Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Сейдалиева Жазира. Назарларыңызға 7-ші сыныптың қазақ әдебиеті сабағын ұсынамын. Сабақтың тақырыбы Көксерек пен Аққасқаның айқасы. Сабақтың мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Көксерек әңгімесінің тарихы. Әр шығарманың шығу тарихы болады. Мұхтар Әуезовтің жұбайы Валентина Әуезова Көксерек әңгімесін былай еске түсіреді. Бірде мен қабырға күнтізбесін 1929 жылды сатып алдым. Сол күнтізбе Мұхтардың жазу үстелінің тұсында ілулі тұратын еді. Сонда белгілі суретшінің салған суреті бар болатын. Қасқыр, түн, қар жамылған меңіреу дала, сонау алыста көз ұшында қар басқан кішкентай ауылдың отары көрінеді. Ең алдыңғы қатарда түнде жортқан қасқыр тұр. Міне, сол сурет Мұхтар Әуезовтың сонау жас бала кезіндегі кәнігі аңшылардан естіген әңгімелерін еске түсірген болу керек. Енді міне, күн сайын көз алдынан сол суреттегі көрініс кетпеген Мұхтар өзінің Көксерек әңгімесін жазған болатын. Мұхтар Әуезовтың Көксерек шығармасы бойынша Көксерек кинофильмі түсірілген. Фильм Қырғыз тауларының баурайында Ыстықкөл жағалауында түсірілген. 1973 жылы көрермендерге көрсетілген. Бүкіл одақтық тұсаукесері 1974 жылы 8 сәуірде Мәскеу қаласында өтті. 1974 жылы Әзірбайжан астанасы Бакуде бүкіл одақтық кинофестивальдің бірінші жүлдесіне ие болып, Швейцарияның Лакорна қаласында өткен кинофестивалінде құрмет грамотасымен марапатталды. Балалар, кезекті тапсырмаға береміз. Сәйкестендіру әдісі арқылы кестені толтырасыздар. Дескрипторы. Шығарманың бөлімдерінің мазмұнын еске түсіреді. Әр бөлім бойынша оқиғаларды жіктеп, кестені толтырады. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға кезекті береміз. Келесі тапсырма Вен диаграммасы әдісі арқылы жүзеге асады. Демек, Аққасқа мен Көксеректі салыстырасыздар. Дескрипторы әрекеттерін салыстырады, мінездеріне баға береді. Келесі тапсырма жеке жұмыс. Үзіндідегі кейіпкерлер әрекетін талдай отырып, мінездеме бересіздер. Кестені толтырасыздар. Үзінді бойынша қандай, не істеді деген сұрақтарға жауап бере отырып, кейіпкерлердің қандай іс-әрекетін жасағандығын жазасыздар. Демек, кестені толтырасыздар. Дескрипторы әрекетін талдайды, мінездеме береді. Жарайсыздар балалар. Ал енді қосымша ақпаратқа назар аударыңыздар. Ауа райы жайлы болса, қасқырлар орман ішінде 9 шақырым жердегі, ал ашық далада 16 шақырым жердегі дыбысты ести алады. Қасқыр 200 миллион иісті сезеді. Адам 5 миллионға жуық иісті ажырата алатындығын айта кетелік. Қасқырлар тірі жануарлардың иісін 1,5 шақырымнан анық сезе алады. Қасқырдың бөлтірігінің көздері жаңа туған кезде көк түсті болады. Тек 8 айдан соң ғана көздері сарғыш тартады. Қасқыр күшіктерінің 65 күнде туады. Бөлтіріктері соқыр, саңырау болып туылады, ал салмағы небәрі 0,5 килограмм болады. Қасқырдың жағы өте күшті болады. Тістеген жерінің 1 шаршы сантиметріне шамамен 300 килограмм
күш түседі. Кері байланыс аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы жүзеге асады. Мен бүгін не білдім? Мен үшін не қызық болды? Маған қандай тапсырмалар орындау оңай болды? Олай болса, балалар, осы сабағымызға негізделген оқу тапсырмасы адам және табиғат тақырыбында эссе жазу. Назарларыңызға рахмет.